ең бірінші гүл, одан кейін талғамына қарай духи, алтын бұйымдар аналарымызға, қыздарға қазір сәнге айналып жатқан қонжық деген сияқты, 101 роза. Негізі ең басты көңілі ғой, былайша сыйлықтың аты көп. Көбінесе мен 8 наурыздан басқа туған күнге или басқа мейрамдарға кітап сыйлауға тырысамын. Анамызға гүл сыйлап, қыздарды білмеймін. Енді үйге картинка алып анамызға. Сондай. Духи алып. Енді қолына келген сыйлап отырсам ғой, бірінші гүл ғой. Гүл қалғаны бола жатар. Компьютерда мен открытканы жасадым, және магазиндан аламын. Жыл сайын мен анама арнап тағам пісіремін мысалға. Менің сыйлығым болғанда, соны күнін жақсы өткізіп, бір күн қолын босатқызып, сол күнгі тамақ менің мойнымда болады. Қызметіне байланысты бір, мысалы мен мектепте жұмыс жасаушы еді, сондықтан мен үлкен бір картинама сондай сыйлаушы едім. Ал қызыма бір қол сағат немесе бір әтір. Я дарю то, что она любит. А не просто так пойти в магазин и купить вот и принести. Ну, цветы естественно. Это подарок любимый для нее. Вот и все. Я люблю духи, дорогие, хорошие. Беретін адам болып жатса енді, ең бірінші шоколад алдыртар еді. Қазіргі заманауи сыйлықтарды айтса болады, сосын қыздардың көңілін көтеретін тағы бір сыйлық, ол үлкен қонжықтарды айтса болады. Менің ойындағы жаңа сыйлық суреттерден мозаика болады ғой, сондай ұнайды. Самый лучший подарок, я думаю, это цветы. И даже не парфюм. Потому что это знак внимания. Мен өзім сыйлыққа кітап бергенді және де кітап алған ұнатым. Сондықтан кітапқа тоймаймын. Саған арнайы уақытын бөліп, сенің осындай мерекеде, көктемнің жаймашуақ күнде саған әдемілеп отырып бір дастархан жайып берсе, ол да бір қыз үшін үлкен бақыт деп ойлаймын.